Сәлем достар, мен сендерге бүгін игра в кальмарадағы кейіпкерді пластилин арқылы жасап көрсететін боламын. Ендеше кеттік. Достар, ол үшін бізге қара түс және де қызыл түс және ақ түс керек болады. Осылай біз екі қара басты істеп аламыз. Енді осылай ақ түсті кішкентай қылып кесіп алып, жіңішке қылып дөңгелетеміз. Енді осы жіңішке дөңгелеткен ағымызды қараға жапсырамыз. Енді осылай ақ түсті кішкентай қылып кесіп алып, жіңішке қылып дөңгелетеміз. Енді қызыл түстен бөліп алып, оны домалатып жібітеміз. Енді домалатқан қызылымызды осылай жаямыз. Енді осыны алып қараға жапсырамыз. Енді осылай қызыл түсті пластилинді алып, аяқ қолын осыдан шығарамыз. Енді қызылдан жасаған денесін басқа қосамыз. Енді қара түстен осындай кішкентай бөліп алып, оны сопақша алып домалатамыз. Одан енді кішкентай бөліктер кесіп аламыз. Ол екі аяғы мен екі қолына. Енді қарадан кішкентай алып, алдыңғы замогын істейміз. Енді тағы қарадан кішкентай үзіп алып, оны белдігін ретінде істейміз. Міне достар, біздің игра кальмарадағы кейіпкеріміз дайын болды. Достар, егер біздің осы видеомыз ұнаса, лайк басып, подписаться кнопкасын басуды ұмытып кетпеңдер. Сау болыңдар.